Сәлем достар, бүгінгі тақырып балаға қалай тақпақты жататқызамыз. Негізі балаға тақпақты жататқызу оңай емес. Бірден айтқаннан бала тақпақты жаттамауы мүмкін. Мысалы 3-4 жас аралығындағы балаға тақпақ жататқызатын болсақ, ол кезде біраз жұмыс істеуімізге тура келеді. Ал ересек балалар бәлкім сіздің қайта-қайта айта бергеніңізді қайталап айт десеңіз айтуы мүмкін. Ал бірақ әлі 6 жасқа толмаған, әлі толыққанды психикасы дамып жетілмеген бала тақпақты бірден жаттап алуы қиынға түседі. Осы 3-4 жастағы балаларға қалай тақпақ жататқызамыз, иә? 3-4 жастағы балаға мысалы ертегі айтатын болсаңыз, сол әрбір ертегіге жататқызатын тақпағыңызды қосып жіберсеңіз болады. Мысалы бауырсақ ертегісін айтып беретін болсақ, сол жерде бауырсақ әртүрлі аңдарға барып өзінің өлеңін айтады, сол өлеңін алып тастап, бауырсақтың жаңағы мен апамнан қаштым, атамнан қаштым деген орнына жататқызатын тақпағыңызды қойып жататқызсаңыз болады. Сөйтіп сол тақпақты әртүрлі аңдарға айтады, ол соны бірнеше рет қайталап айтасыз да, сөйтіп бауырсақ осындай өлеңді, мысалы ай отыр партадан жататқызатын болсақ, бауырсақ қоянды көріп қалған кезде мен апамнан қаштым, атамнан қаштым дегеннің өлеңнің орнына ай отыр партада, екі қолы қалтада, апай сабақ сұраса ұйықтап қапты масқара деп қояннан қашып кетеді де жаңағы қасқырға барады. Қасқырға барып қасқыр сен мені жемеші деп, мен саған тақпақ айтып беремін деп, аю отыр партада, екі қолы қалтада, апай сабақ сұраса ұйықтап қапты масқара деп. Осылай сол бауырсақ ертегісіне салып, сол осы бір тақпақты жататқызсаңыз болады, ертегіге салып қайта-қайта айтып. Сол кезде ол баланың есінде қалады. Одан кейін әр неде айтсаңыз болады. Әр сөйлеген кезде, баламен сөйлескен кезде, балабақшадан келген кезде, сөйлескен кезде айтып жүрсеңіз, ол да автоматты түрде балада айта бастайтын болады сол тақпақты. Одан кейін жаттататын нәрсе, жататын кезде кел әңгімелесейік деп, сол тақпақты қайта-қайта айтсаңыз, ол айтпаймын деуі мүмкін, қырсығуы мүмкін, болса ойнап кетуі мүмкін. Ойнаған кезде де онымен бірге ойнап, сол тақпақты, сол бір ойын түрін, сол тақпақты қайталап айтқыза беретіндей қылып ойнау керек. Мысалы, доп ойнап атсаңыз, допты лақтырып жеріп, доп ойнап атсаңыз, мысалы балаңызды допты лақтырып жеріп, мысалы ай отыр партада, екі қол қалта, апай сұраса ұйықтап қапты масқара деп, допты лақтырып жеріп айтсаңыз болады. Осылай қайталау арқылы өзіңізде жұмыс істеп жүргенде осы тақпақты айта берсеңіз, баланың да құлағына естіледі, бала автоматты түрде оны жаттап қалатын болады. Балаға осылай қайта-қайта айту арқылы тақпақты жататқызады екенбіз. Негізі бала 3-4 жасқа дейін әртүрлі тақпақтарды білу керек, қысқа жаттау керек, себебі ол ертең мектепке барады, сол кезде оның миығы жаттығу керек. Ми жаттығуды қалайды, ол үлкен адамда болсын, кішкентай адамда болсын. Ал егер балаңызды кішкентай кезінен осындай қысқа өлеңдерді айтып миын жаттықтырсаңыз, онда ол мектепте бастауыш сыныбында қатты қиналмайтын болады. Жалпы миды жаттықтыру, тақпақты жаттатқызу адамның миына өте пайдалы. Тақпақ жаттатқызу арқылы ол ертең математикаға да қабілетті, тез қағып алатын, сондай жақсы бала болады. Ол ертең әдебиетті де жақсы оқитын болады. Себебі адамның есте сақтау қабілеті неғұрлым жақсы болса, ол сабақта да соғұрлым жақсы оқиды. Сол себепті барлығы осы мидың қызметіне байланысты, осы есте сақтау қабілетіне байланысты. Сол себепті де баланы кішкентайдан бастап, 3 жасынан бастап, тіпті ертерек тілі шықса, 2,5-да тілі шығып жатса, жайлап қысқа тақпақтарды миына сіңіріп айта беру арқылы сол тақпақтарды жаттатқызып үйретесіз. Тиісінше сіздің балаңыздың оқу үлгерімі де болашақта жақсы болады. Сол себепті де ерінбей балаңызбен күнделікті шұғылданып, осындай қысқа тақпақтарды жататқыздарсаңыздар болады. Мен сіздерге қысқа 3-4 жас балаға арналған тақпақ түрлерін астына ссылкаға қалдырып кетем. Ол белгілі бір іс-әрекетке де байланысты болуы мүмкін. Болмаса балаңыздың тілі шығып келе жатса, балаңыздың тіл шығаруына байланысты қылып айтуыңызға да болады.
осындай қысқа тақпақ үлгілерін мен астына ссылкаға тастап кетемін. Міндетті түрде көріңіздер, балаларыңызға жаттатқыздырыңыздар. Егер сіздерге видео пайдалы болса, жазылыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, ұнаса бөлісіңіздер, менің арнама жазылуға ұмытпаңыздар. Себебі Алла қаласа сіздерге әлде пайдалы, қызықты видеолар болады. Рахмет көргендеріңізге.